Жолым болмай жүр, не істеуге болады? Жолымды ашатын дұғалар бола ма? Каналыма тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыз. Бірінші мәселеде, бұл дүние сынақ орны, сондықтан Алла тағала бізді түрлі жолмен сынайды. Яғни тоқшылықпен, аштықпен, байлықпен және кедейлікпен, денсаулықпен және аурумен. Сондықтан да кейде өзіңіз айтқандай кей кезде жолымыз болмай жатқан табиғи нәрсе деп қабылдауымыз керек. Рас, кейде жолымыз тым ұзақ уақыт бойы болмай жатады. Осы жағдайда мына нәрсені ескерген жөн. Біздің жолымыз болмауына бастапқы мәселеде біздің күнә-қателіктеріміз себеп. Осындай жағдайда не істеу керек? Ең алдымен тәубеге келу керек. Біз пенде болғаннан соң қандай болғанда да қателесеміз, күнә істейміз. Осы себептен күнәһар екенімізді мойындағанымыз жөн. Әрі біліп білмей істеген күнәларымыз үшін өкінгеніміз жөн. Келесі қадам, өзің күнәһар екенін мойындағаннан соң пенде тым болмағанда астағфираллах, уа Алла тағала кешірші мені деп айту керек. Негізі бұл екі сөзден тұратын тіркес өте күшті дұға. Бұл дұғаның қауһарлығына қазақтың тас жарады, тас жармаса бас жарады деген сөзді келтірсе болады. Тәубеге келіңіз, кейін көп истиғфар айтуды әдетке айландырыңыз. Осының себебінен тез арадақ жағдайыңыз оңалып кетсе ғажап емес. Келесі мәселе, садақа беруді әдетке айландыру керек. Садақа беру дегеніміз бір немесе 10 000 теңгені садақа етіп беру емес. Бұл жерде бар мәселе ықылас ниетте. Яғни мұқтаж шын ықыласыңызбен 5-10 теңге берсеңіз, немесе тіпті жейтін нанын алып берсеңіз де осының өзі садақа. Садақа болып жатқан, тіпті алда болайын деп жатқан пәленің басын қайтарады. Садақаның осы қасиеті қаперіңізден шықпасын. Осы айтылған 3 шараны ықыласпен істеп көріңіз. Құдай қаласа тез арада хақ тағала жеңілдігін нәсіп етеді сізге. Қазіргі қоғам сын сәтте морд сынатындарды алақанына салмайды. Егер ойлаған ісіңіз жүзеге аспай, күйзеліске түсіп жүрсеңіз, кінәні өзгеден не өзіңізден іздеудің қажеті жоқ. Бір сәтсіздік алдағы жеңіске себеп болуы мүмкін ғой. Жолыңыз болмай толғанып жүрсеңіз, мына кеңестерге көз жүгіртіңіз. Демалыс сағаты, күннің 24 сағатының біреуін өзіңізге сыйлаңыз. Ол уақытта демалыңыз, ойланыңыз, өзіңізбен тілдесіңіз. Сылтау іздемеңіз. Демалуға сылтаудың қажеті жоқ. Расымен миды демалтқыңыз келсе, артық ойларды ұмытып, сылтау іздеумен басты қатырмаңыз. Кінәлі сезінбеңіз. Біреудің жұмыстағы жетістіктерін барып, келген демалысының суреттерін көріп, досыңыздың спортзалға баратын жайлы естіп, мен неге бара алмаймын деп өзіңізді кінәламаңыз. Оңай жол іздеңіз. Жаңа қызығушылық таңдағанда арасынан ең оңайы мен өзіңізге ең ұнайтынына назар аударыңыз. 5 минуттық демалыс. Жұмыс барысында өзіңізге 5 минуттық демалыс беріп тұрыңыз. Күшіңіздің тапшылығын сезсеңіз, орныңыздан тұрып шай ішіп тынығып алыңыз. Кейбір жағдайларда кішігірім демалыстар күйзелістен құтқармайды. Демек, мәселе басқада. Мүмкін сізге істеп жүрген жұмысыңыз, айналысатын шаруаңыз ұнамайтын шығар. Не өз күшіңізге сенімді емессіз бе? Осы сұрақтарға жауап іздеп көріңіз.